Құрметті менің көрермендерім, мен бүгін жексенбі тұра салып, тек қана дрожжи, бір биттей май қосып, осындай ашыған нан жасадым. Енді осы ашыған нанды мен 3 бөлікке бөлдім. Қазір мынадан шелпек, мынадан бәтер жасайын деп тұрмын. Арнамнан алыстамай, менімен бірге болыңыздар. Найман бауырсақ пісіріп жатырмын әдеттегідей. Бауырсақ жегісі келді мен баламның бүгін. Нанында тек қана дрожжи, бір биттей сармай қостым. Содан кейін тұз қостым, болды. Ақшаныкі, ішінде чеснок бар, жусай бар, жасыл сарымсақ бар. Тау сарымсағы бар. Содан кейін мына көк сарымсақтың сорты батон деп аталады. Кішкене тұз қосайын. Құр шелпек істемей, көк сарымсақты қосып істейік деп жатырмын. Келіңіз, қолмоғыл. Бисмиллахиррахманиррахим. Бұған жұмыртқа араластырып жесеңіздер де болады. Енді біз жұмыртқа араластырмадық. Бисмиллахиррахманиррахим. Майға қуырамыз. Балам апарып кел. Бәтерімді осылай жасадым. Бүйтіп әдемілеп қойсаңыздар да болады деп қойшы. Олай істемесеңіздер де болады. Просто папамыз кейде андай тамақтарменен осындай нан сұрап қалады да, бірыңғай бауырсақ болған кезде бисмиллахиррахманиррахим деп, бұны қызып тұрған чудо-печке саламыз. Арасында анау спальниде 2 күшті гүлім тұр. Құрметті менің көрермендерім, бағана өздеріңіз білесіздер, тек қана дрожжи, 1 қасық қана сары май қосылған, және тұз қосылған ашыған нанды илеп қойдым. Огородыма барып шаруа істеп, әйтпейтіп келгенше ол ашып қапты екен. Сонымен мен найман бауырсағын пісіріп алдым. Одан кейін жай ғана шелпек емес, арасына мен көк сарымсақ, жусай қостым. Иісінің өзі қандай керемет. Менің каналыма подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Отбасыларыңызды осылай қуантыңыздар. Даладан ер азаматтарыңыз келген кезде міндетті түрде қуанып қалатын болады. Сіздермен бірге болған әдеттегідей мен Ардақ